Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер сіздермен бірге дәмі ерекше палау дайындайтын боламыз. Бірге болыңыздар. Құрамы да қолжетімді, жасалу жолы өте оңай, әрі ерекше. Дәмі тіл үйрет. Бірден дайындай аласыздар. Ал дәмін татқан адам еш уақытта ұмытпайды. Қазақша контентті достар қолдаңыздар. Осындай түрлі рецепттермен үнемі сіздермен бірге бөлісіп отырамын. Ең алғаш біз майымызға құйрық майды, қызып тұрған майға құйрық майды салып, қуырып аламыз, жақсылап қызартып, қызарғанша қатты отта достар. Отымызды қаттыға қойып, жақсылап тұрып қызартып аламыз. Етімізді қажет мөлшердегі саламыз. Қанша мөлшерде қандай заттарды қолданамыз, бұның барлығы мен сипаттау яғни описание бөлімінде толық жазып кеттім. Көре аласыздар. Бұны да біз жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы қатты отта қайнайды. Одан кейін біз жуамызды салып, оны да жақсылап тұрып қуырып аламыз. Араластыруды ұмытпаймыз, біркелкі болу керек. Одан кейін сәбізді енді тураудың тәсілі әркім әртүрлі. Мен қарапайым, күнделікті үйде пайдаланатындай осындай жаймен ғана турадым. Және бір ерекшелік бұл рецепттің ерекше дәм береді, әрі түсіп беретін томат пастасын қолдандым. 2 ас қасықтай томат пастасын саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз бұны да. Бұл да асты қызып тұрған отта. Жақсылап тұрып қайнау керек. Қуырылу керек міндетті түрде. Одан кейін біз 2 ас қасық қантымызды саламыз. Бұл қант тәтті болмайды, ерекше дәм беріп тұрады достар. Және 1 ас қасық тұз саламыз. Мен 1 ас қасық және тағы да кішкене салдым, өйткені етіміз басында салмаған едім. Негізі етке де салған дұрыс, басында қуырылған кезде. Қайнап тұрған суды құямыз. Бұл қанша мөлшерде құюды мен барлығын тоқталып жазып кеттім. Одан кейін ноқатымызды саламыз. Ноқатты алдын ала суда бұқтырып қоямыз, жібіп тұру керек. Жүзімімізді, мейізімізді саламыз. Және де сарымсағымыз саламыз. Жалпы толықтай салуға да болады, мен бөліп салдым. Және қайнатамыз. Міне қайнап сорғып қайнағаннан кейін бір 10 минут, 5 минуттан кейін осылай астын басып, ауасын шығарып, толық пісу үшін дайындайды екенбіз. Міне асымыз дайын, өте керемет ас болсын. Қазақша контентті қолдайын.